Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар, және Әділқадыр қызы. Мен Еркін Нұржанәулбекова атындағы нөмірі 4-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 7-ші А сынып оқушысы Тасболат Інжу. Мамандықтар әлемін ашамыз республикалық байқауының болашақ мамандық номинациясы бойынша мен сіздерге өз жұмысымды көрсетемін. Мен цифрлық шудан шаршадым. Бұл видеодан не түсінеміз? Біздің алдыңғы 20 жылдықты 50 жылдық өміріміз тікелей цифрлық әлеммен байланысты. Қазіргі кезде ауқымды 3 мамандық, яғни 3 бағыт қатар жүруде. Жасанды интеллект, технология және психологиялық тәсілдер. Осы 3 мамандық біздің қазіргі кездегі ең басты мәселеміз. Осы мәселені қолға ала, біз өзіміздің мамандығымызды ойлап таптық. Бұл мамандық эмпатикалық архитектор. Бұл мамандықтың бірінші өзектілігіне келетін болсақ, психологиялық шабуылдардан аман алып қалады. Және онымен қатар адамға қауіпсіздік сыйлайды. Бұл мамандығымыздың міндеттерін типалатын болса, комнатаның, яғни белгілі бір бөлменің атмосферасын, түсін және белгілі бір дыбыстар шығару адамға ұнайтын. Және бұл мамандықтың ең басты ерекшелігі технология, психология және құқық тоғысқан болашақ мамандық. Бұл мамандық тек бір салада емес, бірнеше саланы қатар алып, ерекше мамандық деп қалыптастырсақ болады. Бұл мамандық шетелдерде сұранысқа ие. Неліктен десеңіз, эмпатикалық мамандық ол тек қана вакансия ретінде қалыптаспай, ол бізге белгілі бір деңгейде көмектеседі. Көбіне шетелдер, мысалы, Канада елін алатын болсақ, Канада елінде ауруханаға көп қажет бұл мамандық. Неліктен десеңіздер, ауруханадағы адамдар психологиялық жағдай өте төмен. Яғни біздің эмпатикалық архитектор мамандығымыз осындай адамдармен тікелей жұмыстайды. Қалай жұмыс жасайды десеңіздер, QR-код арқылы көрсетсем. Яғни эмпатикалық архитектор мамандығымыз біз бұл платформа Gemini программасы арқылы жасадық. Әр адамның бүгін өзіңізді қалай сезінесіз деп әр адамның телефонында осындай бір платформа болады. Егер бүгін, мысалы, мазасызбын десек, бізге тау өзені сырқыраған дыбысы шығады. Яғни бұл жерден біз не түсінеміз? Эмпатикалық архитектор әр адаммен тікелей жұмыс жасайды. Қазақстанда алатын болсақ, 2050 жылы 60% өте жоғары. Осы үшін ауыл тұрғындары бізде қалаға көшеді. Ал бізде қала ол цифрлық қоғам ең нақты ауқымды ортасы. Осылай цифрлық ортада бізге психологиялық шабуылдар, тіпті психологиялық ауыртпашылықтар көп түседі. Қызылорда қаласын сіздерге мысал келтіретін болсам, бұл бізде Gemini платформасы арқылы біз Қызылорда қаласының өзегін шығардық. Яғни бұл өзегі арқылы біз не көреміз? Қызылорда қаласында мына жерде шартты белгілер бар. Яғни мысалы көк түспен белгіленсе, бұл тұрақты аймақ, бұл аймақтағы адамдармен жұмыс жасау керек емес, белсенді нүкте. Яғни бұл адамдармен белгілі бір жұмыс жасау керек, бірақ нақты көбісімен емес. Ал шамадан тыс жүктелген, яғни шартты белгілер арқылы адамдармен жұмыс жасайды. Жұмыс жасаған кезде бағандағыдай адамдарға белгілі бір платформа арқылы кіреді. Мен мазасызбын, немесе көңіл-күйім бүгін төмен деген секілді өзінің жауабын ұсыну арқылы адамдармен жұмыс жасайды. Дәл осы нәрсені еске ала отырып, мен сізге ұсынысымды білдіргім келеді. Құрметті Әділқадыр қаласы, менің жұмысымды, жобамды қорғап, бұл мамандық біздің болашағымызға өте тиімді. Неліктен? Болашағымыз біздің тікелей цифрлық әлеммен байланысты. Дәл осындай сәтте бізге белгілі бір мамандық иелері көмектеседі. Неліктен бұл мамандық иесінің орнында роботтар болмайды десеңіздер, адамның жанын тек адам ғана түсінеді, робот емес. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.